Белгілі қоғам қайраткері Константин Грот зағип адамдардың дені сау адамдармен бірдей дәрежеде қызмет атқаруына мүмкіндік бергені үшін танымал тифлопедагогтар Валентин Гаюи мен Луи Брайльге адамзат борышты демекші зағиптарға арналған оқу және жазу жүйесінің негізін қалаған француз тифлопедагогы Луи Брайль болса, ал зағиптарға арналған оқу орындарының жүйесін құрған Валентин Гаюи болатын. Қоғамның тең құқылы мүшесі ретінде көру мүмкіндігі шектеулі жандардың да білім алып, жетістік шыңын бағындыра алатындығы хақында өз ойын алғашқылардың бірі болып білдірген Валентин Гаюи 1745 жылы 13 қарашада Францияда дүниеге келген. Бірде ол көшеде қайыр сұраған зағип адамға монета, яғни тиын беріп, оның саусақ ұшымен сезіну арқылы тиынды дәл танығанын байқайды. Сол кезде Валентин Гаюиге зағип жандарға да оқуға жол ашу үшін әріптерді бедерлі, үлкейтілген түрде шығару туралы ой келеді. Сөйтіп ол зағиптарға арналған арнайы үлкейтілген бедерлі түрдегі әріптерді ойлап табады. Бұл қаріптер Луи Брайль 6 нүктеге негізделген алфавитті ойлап тапқанша қолданылды. 1784 жылы Валентин Гаюи Парижде үкімет пен қайырымдылық қоғамдарының қолдауынсыз өзінің жеке үйінде әлемдегі алғашқы көру қабілеті шектелген жандарға арналған зағип жұмысшылар шеберханасы атты мектебін ашты. Валентин Гаюи бірнеше Еуропа тілдерін еркін меңгерген, өз елінде сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарған беделді қызметкер бола тұра, бар өмірін зағип жандарды қоғамға, ортаға бейімдеу жолына арнады. Өзі де өмірінің соңғы күндерінде қос жанарынан айырылып, жоқшылықта өмір сүріп, 1822 жылы Парижде дүниеден озды. Көру қабілетінен айырылған жандардың да білім алуға құқылы, еңбек етуге икемді екенін әлем бойынша алғаш рет дәлелдеген тифлопедагогтың сіңірген ерен еңбегінің құрметіне және есімін мәңгілікке сақтау мақсатында оның туған күні 13 қараша Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен 1984 жылдан бері халықаралық зағиптар күні болып бекітілді. Бұл күннің басты мақсаты көру қабілетін жоғалтқан және өмірлік қиын жағдайға тап болған жандарға қоғамның назарын аударту болып табылады. Көру қабілетінен айырылған жандар үшін нүктелі бедерлі қаріптегі алфавитті құрастыру маңызды оқиға болды. Гаюи ашқан мектепте білім алған Луи Брайль негізін қалаған 6 нүктеге негізделген алфавит 1854 жылы ресми түрде қабылданды. Ал 1960 жылы нақты қазақ әріптері Брайль әдісі бойынша құрастырылып, білім министрлігімен бекітілді. Бұл қазақ әліпбиінің авторлары қазақ соқырлар қоғамының құрметті мүшелері Ақан Қасымов пен Сәкен Өтегенов. Ал 1963 жылы алғаш рет Брайль қарпінде 6 кітаптан тұратын Батырлар жыры жарық көрген болатын.